Ертеде бір шал мен кемпір өмір сүріпті. Олардың жалғыз бір тауығы ғана болыпты. Тауығы күнде бір жұмыртқа туады екен. Жұмыртқаның екі сарысы болады екен. Кемпірі мен шалы жұмыртқаны екіге бөліп жеп күндерін көрген екен. Ол үйде тағы да тауықтан бөлек тышқаны болған екен. Тышқан қалған құтқан қиқымдарды теріп жейді екен. Күндердің бір күні ғажап оқиға болады. Тауығы жай емес алтын жұмыртқа туады. Үстел үстінде күндей жарқырап жұмыртқа жатыр. Қанша ғұмыр кешсек те шал мен кемпір мұндай кереметті бірінші рет көріп тұр. Аяқ астынан байлыққа қуанған олар ісінің бәрін тастап билей жөнеледі. Солай тауығына разы болып, рахмет саған тауығым деп қатты қуанады. Жұмыртқаны базарға сатып үлкен үй, ешкі сатып аламыз. Ешкінің сүтін ішіп лақтарын бағамыз дейді. Күнде алтын жұмыртқа туып берсең, біз бай боламыз деп қуанады. Сонда шалы: кемпір, біз мұндай жұмыртқаны өмірімізде көрген емеспіз. Егер бұның сырты алтын болса, ішінде құнды гауһар тас болар дейді. Жұмыртқаны жару керек, дейді шалы. Шал жұмыртқаны ұра бастайды. Ұрып сындыра алмайды. Содан кейін кемпір алып қасықпен қатты ұра бастайды. Ұрып сындыра алмайды. Екеуі сындыра алмай мұңайып отырады. Амалы таусылып, енді не істейміз деп отырғанда, сонда баяғы тышқан стол астында тығылып отыр екен. Тышқан алтын жұмыртқаға жайлап барып құйрығының ұшымен түтіп қалса, жұмыртқа жарылып кетеді. Бірақ ішінде ештеме жоқ екен. Бұны көрген кемпірі ашуланып: оңбаған тышқан, сен жарған соң ішінен ештеме шықпады. Шалым жарғанда ғой, ішінен гауһар шығар еді деп айқайлап қуып тығады. Тышқан қашып ініне кіріп кетеді. Шалы кемпірін: бұл тышқан қанша жылдан бері бізбен тұрады. Ашуыңды баса ғой. Тышқан біздің көмекшіміз ғой. Тышқанды баға берейік деген екен. Тышқанына: келе ғой, қиқым жейміз деп шақырып, басын сипайды шал. Шал мен кемпір тауығын шақырып алып: сен туған алтын жұмыртқа сынып қалды. Енді қалай байимыз, енді қалай күн көреміз десе. Тауығы: шал мен кемпірге: мен сендерге алтын жұмыртқа болмаса да күніге көп жұмыртқа тауып беремін деп тышқанға қарап көзін қысады. Тауық тышқанға: сені кемпір жеп көріп қалды ма? Жұмыртқаны жардың деп, мен тағы да алдағы жұмада алтын жұмыртқа туамын. Сен соны кемпір шалға апарып бересің, дейді тауық. Тауық алтын жұмыртқа туады. Тышқан оны кемпір мен шалға әкеліп береді.